Түркия біз үшін бауырлас ел, маңызды әрі сенімді серіктес. Елдеріміздің тарихы мен рухани құндылықтары ортақ. Тамыры терең байланыстарымыз бүгінде халықтарымыздың мызғымас достығын одан әрі нығайтуға ықпал етіп отыр. Қазіргі таңда қазақ-түрік екі жақты қарым-қатынасы кеңейтілген стратегиялық серіктестік рухында қарқынды дамып жатыр. Елдеріміздің арасында ешқандай түйткіл жоқ. Мемлекет аралық және үкімет аралық байланыстарымыз нығайып келеді. Парламент аралық ықпалдастығымыз да жоғары деңгейде. Түрік делегациясының құрамында бір топ депутаттың және партия мүшелерінің болуы соның айқын дәлелі. Сонымен қатар екі елдің экономикалық ынтымақтастығы күшейе түсті. Түркия ірі инвесторларымыздың қатарына кіреді. Осы уақытқа дейін сіздің еліңізден экономикамызға 6 миллиард доллар инвестиция тартылды. Қазақстанның Түркияға салған инвестициясы да өсіп 2,5 миллиард долларға жуықтады. Сондай-ақ түрік елі негізгі 5 сауда серіктестігіміздің бірі болып табылады. Қос халықтың мәдени-гуманитарлық байланыстары қарым-қатынасымыздың алтын арқауы саналады. Біз осы игі үрдісті сақтап, өзара ықпалдастығымыздың аясын кеңейте беруге мүдделіміз. Бүгін мәңгілік достық және кеңейтілген стратегиялық серіктестік туралы декларацияны қабылдаймыз. Осы маңызды құжат қазақ-түрік қатынастарын дамытуға тың серпін беретіні анық. Бұл мәселе бойынша екі елдің де ниет тілегі бір. Сондықтан әлеуетіміз де, мүмкіндігіміз де мол деп айтуға толық негіз бар. Бүгінде еліңіз әлеуметтік экономикалық дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Түрлі салада елеулі табысқа қол жеткізді. Сіздің салиқалы, сарабдал саясатыңыздың нәтижесінде Түркияның әлемдегі ықпалы мен беделі арта түсті. Түрік елі қуатты экономика мен салмақты дипломатияның арқасында Еуропа мен Азияны күллі түркі дүниесін жалғаған алтын көпір ретінде танылып отыр. Мемлекетіңіздің жетістіктері сіздің ұлт мүддесін қорғау жолындағы қажырлы еңбегіңіздің жемісі деп білеміз. 15 milyar dolarlık ticaret... Біз 15 миллиард долларлық сауда айналымы мақсатымызды тағы да растадық. Осы орайда 15 сәуір күні Астанада бас қосқан үкіметаралық экономикалық комиссиямыздың 14 кезең отырысында қабылданған 67 баптан тұратын іс-қимыл жоспарының жүзеге асырылуы маңызды екенін атап көрсеттік. Инвестиция тақырыбында болса, компанияларымызды ынталандыруды жалғастырамыз. Біз бүгін бизнес форумның жабылу отырысына қатысамыз. Осы бизнес форум сияқты іскерлік ортаны біріктіретін шараларды аса маңызды деп есептеймін. Энергия саласында ынтымақтастық кездесуімізде орын алған басқа бір маңызды тақырып болды.